Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қоғамдағы заңдылық пен тәртіп қағидатын қамтамасыз етуге ерекше назар аударады. Қостанай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының төрағасы мен депутатына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Мәслихат төрағасы онымен аферленген фирманың жергілікті мемлекеттік мекемелермен мемлекеттік сатып алу шарттарының талаптарын орындамауына байланысты аудит барысында анықталған бұзушылықтар бойынша шаралар қолданбағаны үшін депутат арқылы облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаменті қызметкерлеріне 2 миллион теңге сомасында пара берді деп айыпталуда. Ағымдағы жылдың 23 қаңтарында қадағалаушы прокуратура айыпталушыларды сотқа берді. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Конституцияның 77 бабы 3 тармағының 1 тармақшасына және қылмыстық процестік кодекстің 19 бабы 1 бөлігіне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкіммен белгіленгенге дейін әрбір адам кінәсіз деп есептеледі.